өте қызықты тақырып осы махаббаттың мәніндегі. Бұл харисткалар типі болатын. Осы туралы жақсылап түсініп алсақ, қыздар біздер шатаспаймыз, өмірде көп кеспейміз деп ойлаймын. Қалайсыз аға? Жақсы ма? Бәрі естіліп тұр ма? Я, сізге ше? Жақсы, әдемі. Бұл махаббаттың мәні кітабындағы харисткалар типі деген өте қызық жері. Мен ойлаймын, осы тақырыпты қыздар біздер әдемілеп өзіміз біліп алсақ, сіңіріп алсақ, өмірде көп жағдайда көзіміз ашық болып, өзіміз тұлға болып қашалып, өзіміз ешкімге ұқсамайтын болып, бақытты баянды ғұмыр кешеміз деп ойлаймын. Сондықтан өзіңізден. Ал, жаңағы алдыңынан қайттан түсейік. Виктор Франклдың «Докторы душа» деген кітабының басында бұл дүниеге келу, бар болу деген не дейді? To be, яғни быть. To be, быть. Бар болу, бұл дүниеде бар болу. Бар болу деген не? Бар болу деген ешкімге ұқсамау. Сенің таңдауларың, шешімдерің, сенің талғамдарың бәрі ешкімге ұқсамау керек. Себебі Тәңір Тағала сені жаратқан кезде, оның Құдайдың құдіреті сондай. Әрбір адамды біреуге ұқсамайтын етіп, қайталанбайтын экземплярда жарата алады. Құдайдың құдіреті деген сол. Енді сол ешкімге ұқсамайтын, өзіңе ғана тән нәрсені қолдан тұншықтырып жойдың ба, бол, сен жоқсың. Сенің қадірің жоқ. Сенімен ешкім санаспайды. Бізде қазақ қыздардың түсіп қала беретін себебі сол. Яғни кейбір қыздарда предрасположенность дейді. Яғни алдын ала бейім болып туы. Кейбір қыздар мысалға дәстүрлі әнді тыңдауға бейім болып туатыны рас. Мысалға жырларды тыңдайды, күйлерді тыңдайды. Болмаса ретро әндер, 70 жылдардағы әндер тыңдаған жақсы көретін қыздар бар. Солар группаластарының арасында отырғанда жаңағыдай американский соңғы поп-моп музыкалар тыңдайтын подружкалардың қасында отырғанда өздерінің дәстүрлі әнді тыңдағаннан кайф алатын айтуға ұялады. Старомодный, там мына модадан қалған, сен сонда қазір пәленшен білмейсің ба, оның рейтингі мынандай, оның инстаграмда пәлен жағдай мухлisi бар. Соны сөйтеттағыны психологически сынап сол жерде. Сөйтеттағыны өзінің бойындағы осы қайталанбас тұлғалығын, қасиеттерінің бәрін өшіреді, жояды. Мысалға ол қызға шашын өрген ұнауы мүмкін. Ана қыздар бәрі шашын кесіп, бір прическа жасаса, тура сол прическаны жасап алады. Оған басқа прическа ұнауы мүмкін. Сондай кітап оқыған кезде де талғам деген әртүрлі айналайын. Әркімнің біреу жанды современный детектив бір бәле оқса, жүгіріп барып соны. Не болады мысалға? Бітті ғой енді. Сондықтан Дон Жуан, жүргіш, қызық қуғыш, сайран салғыш еркектер күрчоққа түсірген кезде Франкл ашық жазады осын. Сендерді қармаққа ілген кезде дейді, харисткаларды іледі дейді. Яғни қайталанатын типтерді футбол етеді дейді. Сондықтан ойбай мен алдап кетті, мен лақтырып кетті, қыздарды қолға сияқты лақтырады деген кезде Франкл сол жерден қыздарды сынаған. Айналып кетейіндер ау, қайталанбайтын өзіңде ғана бар қасиет мінездің бәрін қолдан тұншықтырып жойған өзің емес па? Тәңір Тағала сені жаратқан кезде ерекше, ешкімде жоқ сондай бір қасиетпен, болмыспен сені единственный в своем роде жаратты ғой. Сен өзің ғой соны жойып, аналарға ұқсауға тұрып, тобырға барып кіріп алған. Енді сенің қадір қасиетің жоқ. Сен бар бола алмайсың, сен жоқсың бұл дүниеде деп жосып айтады осылай. Сондықтан еркектер бір қызға өшіп ғашық болып, үйленем деп аяғына жығылған кезінде басқа қыздың бойында жоқ бір қасиетіне байланып қалады. Соған бас ұрады кәдімгідей. Сенен айырылсам, бұл бітті мен. Қайтып мұндай қызды таба алмаймын дейтін себебі сол. Сондықтан қыздар егер бір жігітті өзіне мәңгі бақи ғашық қылғысы келсе, бітті. Өзінің ешкімде жоқ, өзінің ғана бойында бар қасиеттерін дамыта береді. Қолдан тұншықтырмайды, қолдан қылғын дырмайды, кете береді осылай. Көрдіңіз? Осындай әңгіме бұл. Ал харистка деп не үшін атын қойды деген кезде, оны жаңағы хорда тұрған қыздарды қарасай дейді, 300 қыз сахнада ән салып тұрады. Сен сол 300 қыздың біреуін шығарып жіберші дейді. Ана хорға ешқандай зиян келмейді. Бір қыз тұрған жоқ па? Оны қуып жіберіп орнына екінші біреуін әкеліп қойып қойсаң да еш нәрсе өзгермейді.
бәрі сол бір әнді сол шырқап тұра береді дейді. Ал қыздар индивид, яғни жеке өлең айтатын солистка болу керек дейді. Сондықтан егер бағандан бері жігіттерге біраз жүкті мен арттым. Сіз қалай мені қуаласаңыз да мен бәрібір жігіттерді бұрышқа қалмай бердім. Енді қыздарды да әй қойыңдар енді деп бір дауыс көтеріп қою керек болатын болса, тек осы жерде ғана көтереміз. Яғни қандай музыка саған ұнайды, соны тыңда. Қандай кино саған ұнайды, сол киноны ғана көр. Қандай стильдегі әдебиет саған ұнайды, жанрдағы, сен соны ғана оқы. Сосын жаңағыдай рухани көзқарастарың, мәдени көзқарастарың да бәрі де. Ол мына діни жамағатта да бар. Кіріп алады дағыны, бәрі бірдей ана хадистерді жаттап алады. Бәрі бірдей діни танымдарды жаттап алады. Бәрі бірдей діни уағыздарды жаттап алады. Сосын бірін-бірін қайталап кете береді. Сосын болды. Оның қадірі жоқ. Не істейді оны? Не үшін қадірі жоқ? Себебі айтады, мен сен қазір бір теуіп қуып жіберсе, тура сен сияқты қыз қазір қайтып аламын дейді. Ешкімге ұқсауға тырыспа десеңізші. Иә, соны Франклдың айтатын себебі сол ғой. Ғашық болған кезде адамның логикасы іске қосылады дейтін себебі сол. Яғни ол ғашықтық тек рухани әлемде болатын процесс деп айтатын себебі сол. Мен қалай дәлелдейсің деген кезде, оп-оңай дәлелдеймін деген Франкл. Қалай десе, айтады, сен өзің қараш дейді, сен дейді, бір 35-ке келген кезде әйелің өліп қалса дейді, сен оны жақсы көресің дейді. Сосын саған тура сол әйелге десе, сен басың шайқайсың дейді. Жоқ, бәрібір мен алдыңғы болмыспен табыса алмай тұрмын. Менің ішкі жан сарайымды сол ғана түсінеді деп, сен бәрі басың шайқай бересің дейді. Бірақ сөйтіп тұрған еркекке дейді, көзін қара матамен байлап, саусағының ұшын кез келген бір әйелдің жалаңаш денесіне қолын саусағының ұшын тигізетін болсаң, дереу бойындағы сексуальный импульстер оянады да, ана еркек қоза бастайды дейді. Көрдің ба дейді? Құмарлық оған бәрібір ол. Менің әйелім ба, біреудің әйелім ба, көшеде жүрген әйелім ба, бәріне бірдей бүлкілдеп, бірдей қоза береді дейді. Ал көзін ашып, бұл басқа адам десе, бұл тоқтап қалады. Мен адамның бойында Франкл айтып жатыр. Егер адам тек қана құмарлықтан тұрады, рухани болмыс жоқ деп есептейтін болсақ, ол нағыз оған ұқсайтын әйел үйлене бермейді ал. Көрдіңіз? Сондықтан кез келген осы әңгімені тыңдап отырған ер жігіт болсын, мейлі қыз келіншек болсын, осы әңгімені тыңдаған кезде ұқсамау бар болу деген нәрсені, өзінің таңдау шешімдерін өзі жасау. Сондықтан үйде ана әйеліңнің де таңдауын таптап, жаншып, тек менің вкусыммен жүресің деген де апасының нәрсе. Әйеліңді жоқ қылып жүресің. Кейде менің таңдауларыма, менің бейбімнің таңдаулары сәйкес келмей қалады. Мен не істейін соны? Сабауым керекпін ба? Ұрсуым керекпін ба соны? Ол бөлек индивид, ешкімге ұқсамайды. Ол өзінің дегенін кейде істейді. Шынымен де кейін ол өзінің дегенін істейді. Қалай не істейсіздер? Қалай бір шешімге келесіздер, бітімге келесіздер ондай қарсылық туған кезінде? Ол жаңағыдай Жоқ, ол менің жасымда болды уже. Келіспей қалып бір конфликт шыққаннан кейін бір-екі күн бүйтіп жүресің да, сосын адам шаршап кетеді дағыны, қойш болды дейді, қойш дейді, давай кеттік шай ішеді болды сол. Оның өйерде бір құпия ештеңе жоқ. Ондай жесткий разборка жоқ менің жасымда. Ол жас кезде ғой ол. Сосын, тағы бір қызға айта кетейін ба сізге? Айтыңызшы, аха. Мына әйелдердің семьядан жалығатын нәрсесі дедік қой. Соның ішінде еркек адам үйге тек қана мал таппасын, мән тапсын дедік қой. Яғни, мадам синдром, мадам Бавари деген бар мына кітаптың ішінде. Еркек адам мал тапқаннан бөлек үйіне келгеннен кейін әйелмен отырып, әйелі қандай теманы жақсы көреді, соны жалықпай тыңдаса, ол да бір жұмыс деген бар. Яғни, Шарль деген медик, врач ақшаны көп табады, әйелмен сөйлеспейді, құр ақша әкеп бере беріп, ақырында соның әйел өліп қалады. Сонда қазір оны вниманиенің жетіспеуі деп айтады. Мен де жас кезім, 30-дардағы кезім сол. Үйленгеніме бір 5-6 жыл болған ғой, сонда мен 23-ымда үйленсем. Сонда Шымкентте жұмыс істеймін. Күніге бәленбай мектепке барып, сабақ өтеміз.
шаршап келіп құлайын жаңағы. Соған жаңағы келіншегім айтады, не болды, не қызық болды жұмысыңда деп. Мен айтдым, танымайсың сен оларды. Саған қыз жоқ, сен айта бер дейді. Мен танымасам да, танымасам да мен тыңдай беремін дейді. Несін тыңдайсың сен оны? Содан бір күні ұрыс шықты ғой. Мен айттым, не жетпейді саған? Астыңда Мерседес машине, мына 3 бөлмелі үй, ұлың бар, қызың бар, күйеуің мынандай, ішпейді, жекпейді, ақша табады. Не жетпейді саған? Маған внимание жетпейді. Мен айттым, внимание саған тамақ бола ма? Сонда енді тәжірибесіздік қой, болмаса сол кезде дәруіш болып, сол зікір салып жүрген кезіміз сол. Жоқ, маған внимание. Сен просто үйге келгеннен кейін саған банальный болып көрінсе де менімен әңгімелес дейді. Енді біз жаңағыдай біздің қателігіміз ол кезде ана рухани биік деңгейдегі жаңағы Алланың дидары деген сияқты әңгімелерді айтып бересің де үйіңе келгенде әйелің кухняның айналасындағы бытовой әңгімелерді айтса, жаңағы біз ол кезде жаңағы өзіміз жаңағы ісін жүрген кезіміз ақымақпыз. Қойшы сондай әңгімелерді деп жаңағы. Соң айтады, сен менімен әңгімелесе берсей. Содан не керек? Екеуміз біраз ырың-жырың жүрміз. Внимание жетпейді деп. Содан сөйтіп жүрген кезде, сөйде Шымкентте менің бір танысымның келіншегі асылып қалды. Соны айтып, ойбай өзін-өзі Астанаға кеттік деді. Бірақ тірі қалған. Соны бардық қой енді. Сонымен бардық разбор түнгі сағат 3-ке дейін, ойбой. Соны ең соңында келіншекмен жеке алып қалып айттым, сен не үшін асылып қалдың деп. Өзің октябрьде үйлендің, ішіңде 5 ай бала бар. Сен 6 айдың ішінде өмірден түңілдің. Сонда сол әйел айтып отырып, сонда айтты, маған внимание жетіспейді. Мына күйеуім келеді, магистратураның оқуына, суббота-воскресенье. Келеді да, шаршадым дейді, ұйықтап қалады. Менімен сөйлеспейді, сырласпайды, мені тыңдамайды, мен жүрмін, мен өлуге айналдым. Бүйткен өмір құрсын деді, асылып қалдым деді қысқасы. Содан ұстап алып, баланы сабайым ғой ана жерде мен сөзбен. Оңбаған, мына әйеліңмен сырласпайсың, маған внимание жетпейді деп. Сонда өзім анаяқта білдіріп жүрмін, өзім ана ақыл айтып отырмын, жалына қызармай. Соған қайттық, соған айттым, құрсын бұл внимание деген бәле екен, бұл внимание керек екен бұларға деп. Соған түнгі сағат 4-5-те үйге келдім. Келсем, ана әйелім қорқып, өліп қалды ма деп үрейленіп ұйықтамай отыр екен мені күтіп. Содан кірдім, ойбай, не болды, тірі ма? Тірі, өлген жоқ. Неге асылған сонда деді. Внимание жетпей қалыпты дедім. Ойбай, 6 айдың ішінде внимание жетпей қалып, өзін асып жатыр ма? Мен 8 жыл болды ғой, внимание жетпей жүргенде мен ер екенмін ғой дейді ғой. Содан бастап айттым, болды дедім. Бүгіннен бастап саған внимание бөлінеді дедім. Содан бері стабильно внимание бөліп келе жатырық. Внимание жетпей қалса, бұл өзі белгі береді. Кухня жақтан. Неден? Тамақтан қысады, сол кезде білесің, внимание жетпей қалды деп. Ыдыстар тарсылдай бастай ма, ға? Ыдыстардың сақыр-сұқыр етіп дауысы шыға бастай ма? Енді оны ыдыстарды тақырлату енді ол тәжірибесіз кезінде тұр, жас кезінде. Қазір өте оны профессиональны білдіретін болған. Тамақтан қысады дейсіз ғой? Сондықтан кейде маған қатты ұрсатын себебі де сол. Жаңағыдай бір ұлы идеялармен ауырып аласындағыны соны маған кеп тықпалайсың. Айналайын дейді. Мен сенің ана суфизм, муфизмдерін түсінбеймін мен дейді. Мен жетпейді оған дейді. Мен кухнядан бала шағаммен отырған әйелмін. Сен орында менімен қалай салмақ тастап жатырмын, қалай диета ұстап жатырмын, ана аурума қандай мешок қайнатып ішемін. Сен соны тыңдасай сен, азынан кешке дейін зікіріңді айта бермей деп. Содан 1-2 сағатқа өзімізді жаңағы биік әңгімелерден қиып, деп жаңағы әйелдердің диетасы туралы, салмақ туралы тыңдаймын, амал жоқ. Әйел керек. Кетіп қалып айтпыз. Сондықтан Норвегияның бір жазушысы бар, 1891 жылы «Кукольный дом» деген пьеса жазған. Соның ішінде бар бір сондай әйелін кукла сияқты қолданған бір бай банкир бір түннің ішінде 20 минуттың ішінде әйелінен айырылып қалады. Әйел тастап кетіп қалады күйеуі. Шындаға бұл әңгіме. Демек, қазір сондықтан, мен тағы да мынаны көріп отырған, тыңдап отырған ер жігіттердің бәріне айтам, болды, бітті. Еркек жынысты болып тудың ба,
бітті болды, саған тыныштық жоқ деген сөз. Еркек адам бұл өмірде кайфушамен өмір сүре алмайды. Мойныңда зіл батпан жауапкершілік бар. Рахаттанып жата алмайсың, рахаттанып кино көре алмайсың, қыдыра алмайсың. Себебі артында бала шағаң, әйелің тұр. Олар бәрі объективті мән деп аталатын логостың сәулесімен ғана тұр. Оны істемейтін болсаң бітті кетеді. Енді мен анандайды балдарды көрдім. Балдар кішкентай кезінде рухани құндылық берген жоқ. Менің әңгімемді күлді, мен мазақтады, зікір салады, анау, суфизммен ауырады. 21 ғасыр ғылымның ғасыры, суфизм деген бұл надандық, дін деген тем более старый уже тема бұл деді. Қиссалар деген вообще баяғы шалдар айтатын әңгіме деді. Сөйтті дағы балдарын өсірді. Балдарының бәрі қазір 18-19-ға келді. Жартысынан көбі игровой автоматқа кіріп кетті. Оқулары қалды жайына. Бәрі баласының игровой автоматта интернетте отырып кіріп кеткен. Тонна қарыздарын қазір өтей алмай өліп жатыр. Қазір енді маған айтады, шығып, не істеймін мынаны? Мен айттым, болды, бітті дедім. Мен ештеңе істей алмайсың. Бұл бірдеңенің басы тасқа барып ұрып тоқтағанша осылай отырасың. Айттым сендерге дедім. Кішкентай кезде объективті мән, құндылық деген болады. Ананы құйып тастаңдар. Ертең анау қиратады, ана бірдеңені бүлдіреді. Тыңдаған жоқ бәрі. Мен соңғы 10 жыл тек мазақ болған адаммын ғой. Тек 10 жыл мен мазақтаумен болды ғой. Ха, Санжар, баяғы заман, академиялық білім игеру керек. Сен шалдар ұқсап қисса айтпа, сен зікір деген ол баяғыда болған деп. Соқты ғой маған әңгімені. 10 жыл соқты осы әңгімені маған. Бірақ мен де бұл принципке тұрып алдым, жоқ. Сол академиялық білім игеріп, бәрі PhD атанған жігіттердің бәрінің балдары қазір игровой автоматта отыр. Әйелдеріне сөздері өтпейді. Бітті әңгіме осымен. Демек, осы эфирден кейін де жеңешеммен пікірлесіп шай ішетін болып тұрсыз ғой аға. Ойбай, ана жерде ақсын күтіп отыр. Енді ана инстаграмдағылардың бәрін внимание бөліп, уақыт арнап, сен солардың бәрін көңілін жайлап келдің ғой, ол маған қызық емес дейді. Мен өзімнің жеке дойлямды бөлек бер дейді. Мен бөлек жеке отырып әңгімелес дейді. Бала шағаммен отырғанымды есептемеймін дейді. Мен жеке отыр дейді. Жақсы. Айман жеңешем жасасын дейін, мен басқа не дейін басқа. Дұрыс ол кісінікі. Жеңешемді қолдаймын. Әйелдердің солидарностьын бір-бірін поддерживать етіп. Аға, сіз, мен былай айтқым келіп тұрды, 3-ші сағатқа созылып бара жатыр эфир. Міне кісілер уже 350 адам эфирден кетпей қарап отыр. Өмірдің мәні махаббатта, махаббаттың мәні Алланың дидарына ғашық болуда деген түйінге келіп отырмын. Сосын өткен жолы тағы да бір сіз эфирде өте әдемі сөз айттыңыз. Қазір бізді әйел кісілер өте көп тамашалап отыр. Эфирдің 80%-ында әйелдер. Әйелдерге бір нәрсені үйретсең, ертесінде әулие болып сезінеді өздерін. Төгіп, шашып, нервіңді ойнатады дедіңіз. Сондықтан бүгінгі 2,5 сағатқы эфир толықтай жеткілікті болды деп ойлаймын. Ары қарай берсек дозасы асып кететін сияқты. Сонымен осы жерден... Жақсы, онда сөз түйінге бір нәрсе айта салайын. Жалпы, Франкл айтады, жалпы отбасы құрғаннан кейін бақытты болудың шарты қайсы деген кезде, біз бақытты болу үшін үйлендік деген девиз жойылмайынша бақытты бола алмайды адамдар дейді. Неге десе, сен бақытты болу үшін үйлендік дегеннен кейін сен бақытты бол. Себебі ауру, қаза, өлім, жетім, баланың уақытылы туылмауы, бала ауру болып туып қалуы деген сияқты нәрселер болады. Ондай кезде адам не үшін маған Алла тағала бақытымды бермеді деп сөздің түңілетін себебі сол, семьяң шашылатын дейді. Ал егер біз екеуміз қол ұстасып, мәнді, мағыналы ғұмыр кешеміз, ғибратты өмір сүреміз десе, онда олар түрде бақытты болады дейді. Сондықтан үйленетін адамдар біз бақытты болу үшін үйлендік деп айтқызбайтын себебі сол дейді. Олар біз қол ұстасып, мәнді, мағыналы, ғибратты, елге үлгі болатын сондай бір өнегелі өмір сүру үшін үйлендік десін дейді. Сонда ғана өмір маған бір қарыз деп емес, өмір маған бір мән қарыз деп өмір сүреді дейді. Мән дұрыс, объективті аласың. Қайғылы болса да, қайғылы болмаса да мәнді алып тұра бересің. Ал бақыт деген нәрсе объектив түрде жоқ. Бақыт деген нәрсе
мақсат мұрат өзің көздеген нәрсеңе қол жеткізген кезде сол сәтте тұла бойыңды шарпып кететін бір эмоцияның бір түрі. Бітті ма? Жақсы. Болды аға, көп рахмет. Үйге сәлем айтыңыз, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, күтіңіздер. Жеңшемнің көңілін аулай беруден басқа ештеңе жоқ. Не дейді ол кісі? Иә, мен бейбім ренжіп жатыр ана жерде. Менің сағатыма кіріп берді ана сенің инстаграмда мұхлистарың. Все, давайте, әділдік қайда деп жатыр. Болды. Кешірім сұраймыз, жеңешеңізден кешірім сұраймыз. Аман болыңыздар, сәлем айтыңыздар. Жақсы. Мен де баяғы жас кезім емес. Кеш. Жақсы аға, көп рахмет. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Амандықта жүздесейік. Сау болыңыз.